Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мен CorelDRAW бағдарламасы туралы айтатын боламын. Жалпы бұл бағдарлама машиналық графиканың нағыз шедеврлерін жасау үшін қолданылатын компьютерлік дизайнердің құралы болып табылады. Түрлі түстерді көркемдеулерді, түрлі фигураларды жасауды, кітаптардың немесе журналдардың мұқабаларын жасауды, фотографиялық шын немесе қиялымыздағы, яғни фантастикалық суреттерді жасауға, веб-беттерді құру үшін тағы да басқа нәрселерді жасауға арналған арнайы программа болып табылады. CorelDRAW бағдарламасы арқылы мен жалпы кітаптың сызбасын жасадым. Сызбада қарап отырғандарыңыздай кітаптың сыртқы бетінде бірнеше сызбалар бар, яғни бірнеше қисық сызықтар, түзу сызықтар, түрлі фигуралар бар. Олар сол жақтағы қосымша құралдар арқылы жасалады. Сонымен қатар сызба бетін арнайы өзіңізге ұнаған түске бояуға болады. Тіпті бірнеше түсті араластырып жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Және де мен қарап отырғандарыңыздай күлгін түсті таңдаған, бір жағын ақшыл түспен боялды. Осындай да мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни тек біркелкі түс болмауы үшін, адамның көзіне әдемі көрінуі үшін бір жағын ақшыл түске бояуға болады. Мен STEM тапсырмалар жинағы кітабын жасадым. Ол жердегі жазуды түрлі түстерге өзгертіп бұруға болады. Жалпы жазу 360 градусқа дейін бұрыла береді. Кітапты анық көріну үшін көлеңке түсірдім. Суреттегі күлгін түсті бояудың бір жағы ақшылдау қылдым, себебі яғни бірдей түске боялмау үшін. Маған бұл программаның жалпы ұнағаны кез келген суретті өзі сызып береді. Сіз интернеттен кез келген суретті аласыз, ол суретті өзі шамалы уақыт күтсеңіз сызып бере алады. Мысалға біз интернеттегі көптеген суреттерді көреміз, бірақ оның сызбалары, жазулары ұнамайды. Сондай кезде осы программаны пайдалану өте қолайлы деп білемін. Осы программа арқылы суреттерді сызып, және одағы жазуларды өзгерте аласыз. Кез келген түске бояуға мүмкіндіктеріңіз бар. Назарларыңызға рахмет.